Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бауырды өте жұмсақ етіп дайындаудың жолын көрсетемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, алдымен тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Кез келген бауырды дайындауға болады. Мен қойдың бауырын алып дайындап жатырмын. Бұл жерде видеода көріп тұрғандарыңыздай бауырдың сыртқы клеенкасын, жұқа клеенкасын алып тастау керек. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жұқа клеенкасын алып тастау қажет. Сыртқы клеенкасын алып болғаннан кейін 4 бұрышты етіп тураймыз. Осылай барлық бауырды турап аламыз. Бауырдың бетін жабатындай етіп сүт құямыз. Сүт бауырды жұмсақ қылады, және де жақсылап араластырып, бетін жарты сағатқа жауып қоямыз. Енді пиязымызды ашып жуып турап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Күйіп кетпесі үшін осылай араластырып тұрамыз, және де шым-шым тұз қосып жібереміз. Дәл видеодағыдай етіп жақсылап қызартып қуырып аламыз. Жарты сағат тұрған бауырды сүттін ағызып, бауырдың өзін салып, жақсылап қуырамыз. Бауырды салғаннан кейін газдың астын ең төменіне қойып пісіреміз. 1 шай қасық кориандр және тұз қосып жақсылап араластырамын.
Енді бетін жауып 10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің осымен бауырымыз дайын, өте дәмді, өте жұмсақ болып пісіп шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Сіздерге видео ұнап жатса, өз достарыңызбен бөлісуге де кеңес етемін. Сіздер де жасап көріп, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.